Құрметті отандастар, мен өзімді бір Ақтөбе облысының бір бақытты азаматымын деп есептеймін. Не десеңіз, сонау 90-шы жылдары, 90-шы жылы мен жоғарғы кеңестің депутаты болып сайланып, біз сол депутаттар болашақ тәуелсіз Қазақстанның құрылысы туралы ең бірінші заңдарды қабылдаған біз. Ал енді аталарымыз айтып кеткен, аталарымыз 50 жылда ел жаңа деп, оның бәрі өзінің уақытында, сол уақыттағы мүмкіншілікпенен айтылған шығар. Біздер 25 жылдың ішінде ешкімге географиялық картада аты жоқ мемлекет Қазақстан 25 жылдың ішінде бүкіл әлемге танымалы болдық. Бұрын сол 25 жылдың ішінде біздің әлеуметтік жағдайымыз түзеліп, белгілеген уақыттан тыс біз экономикасы или әлеуметтік жағдайы тұрап атқан уақытта біраз біз жетістіктерге жеттік. Біздің ұмытылып қалған қазақ халқының дәстүрі, діні, мәдениеті қазір дейтін дамыды. Ал енді оның біздерді қазір бүкіл әлем танитын болды. Мынандай сөздерді Қазақстан, Астана, Назарбаев дегенде әлемнің халқының көбісі таниды. Оның үстіне мынау біздің елімізде Астанада болып отырған Экспо 2017 көрісі онан әрмен Қазақстанның абыройын онан әрмен көтерді. Ал енді біздің жаңа мен айтып кеттім ғой, бұл Қазақстанның әлі тарихының ашылмаған беттері көп. Бұрын Совет системасының уақытында біздің данышпан аталарымыз мынау сол уақытта біздің мынау кең байтақ қазақтың жерін сақтап қалған біз үшін аталарымыздың аттары ол уақытта аталған жоқ. Біз тәуелсіз ел болғаннан кейін, әсіресе мынау президенттің жолдауымен, мәңгілік ел деумен біздер дейтін қазір аталарымыздың атын шығарып аталарымызды соларды қайтадан өмір баяндары жазылып нетіп жатыр. Әрине, біз дейтін Қазақстанның бір айырмашылығы бар көп елдерден. Біз көп ұлттардың уәкілі тұратын елміз. Сондықтан бізде тыныштық болу үшін, не үшін халықаралық достық болу керек. Мысалы, халықаралық ассамблея дейтін көп ұлтты елдер бар. Мысалы, ақш, Россия алайық, басқаларды. Біздерде мынандай халықтар ассамблеясы дейтін ол еш жерде де жоқ. Ол бүкіл әлемге үлгі болып жатыр. Сол басқа ұлттардың уәкілдеріменен біздер тату тұрып, соның арқасында біздер еліміз тыныш, халқымыз тоқ. Қайсыда ертеңгі тұрмысы бүгінгіден тәуір болғаны керек. Біз алға басып келе жатырмыз. Мына біздің елбасы бүкіл әлемдегі елдерінің лидерлерінің біреу кішкентай мемлекетті осы. Біздің елбасын бүкіл дүниежүзі біледі, халықты басқарып келе жатыр. Мен ол кісіге үлкен денсаулық тілеймін. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Рахмет.